Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, жұмсақ, яғни ашытқысыз дайындалатын шелпектің қалай жасалуын көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда керемет рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен бөлме температурасындағы айранға ас содасын салып, жақсылап әппақ болып кішкене көпіргенше араластырып аламыз. Бізде реакция жүріп, айранымыз кішкене көпіршиді. Енді үстіне қантымызды саламыз. Одан соң дәміне қарай тұзымызды саламыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Толықтай араластырып болған соң, ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізіп, қамырымызды алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен жұмсақ қылып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз қатты болмау керек, немесе жұмсақ болмау керек, орташа болуы қажет. Енді салфанға салып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызға ұнымызды шашып, осылай зуала қылып илеп, сосын бөліктерге бөліп аламыз. Теңдей қылып 7 бөлікке бөліп алдым. Енді осы видеодағыдай домалақтап шығамыз. Қалған қамырдың бетін жауып, қамырымызды шетінен жаямыз. Кішкене ұн сеуіп, жұмсақтау болса кішкене ұн сеуіп жібергендеріңіз жөн. Қамырымызды домалақтап, барлығын жайып алатын боламыз. Өте жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен үнемі осы әдіспен жасаймын. Қамырымыздың барлығын жайып болған соң, бір майымыз қызғанша 10 минутқа қалдырамыз. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып, шетінен екі бетін кезек-кезек аударып қуырып аламыз. Бізде әп-әдемі видеодағыдай алтын түстес шелпектеріміз дайын болады. Қатты күйдіріп жібермеуге тырысыңыздар. Мінекей біздің шелпектеріміз дайын, өте дәмді әрі тез дайындалады. Ешқандай ашытқы қосылмайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, толықтай қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрия Аманкелді. Қош сау болыңыздар.